Жетім баланың жан тебіретер тағдыры. 3 бөлім. Келесі күні балалар үйінің директоры Айбекті кабинетіне шақырды. Айбек, балам, бүгін бізге бір кісі арнайы келді. Сенімен сөйлескісі келеді. Айбек есікті жайлап ашты. Бөлменің бір бұрышында ақ жаулық таққан қарташ отыр екен. Әжейдің жанары жасаурап, жүзі толқып тұрды. Кел, балам, деді ол дірілдеген дауыспен. Айбек жақындай берді. Әжей орнынан тұрып оның жүзін алақандармен сипады. Дәл әкеңнің көзі, дәл әкеңнің жүзі. Айбек, аң-таң. Сіз менің әкемді білесіз бе? Әжей көз жасына ерік берді. Балам, мен сенің туған әжеңмін. Бөлме үнсіз қалды. Айбек бұл сөзге сене алмады. Әжем? Иә, қарағым, мен сені жылдар бойы іздедім, бірақ қайда екеніңді ешкім айтпады. Сенің тірі екеніңді де білмедім. Айбектің жүрегі қатты соғып кетті. Өмірінде алғаш өзінің қан жақын адамды көріп тұр. Екеуін құшақтасып жылады. Сәлден кейін әжесі өткен күндердің ауыр шындығын айта бастады. Әкең Нұрлан өте адал, еңбекқор жігіт еді. Анаңды шын жүрегімен сүйді. Бірақ тағдыр сендерге ауыр сынақ дайындапты. Әкең жол апатынан қайтыс болғанда сен небәрі 2 жаста едің. Айбек үнсіз тыңдап отырды. Анаң бұл қайғыны көтере алмады. Денсаулығы сыр беріп, ұзақ уақыт емделген. Сол қиын кезден сені уақытша мемлекет қамқорлығына өткізуге мәжбүр болған. Кейін құжаттар ауысып, байланыс үзілген. Біз қанша іздесек те таба алмадық. Сонда да анам мен тастап кеткен жоқ па, деді Айбек дірілдеген үнімен. Жоқ, балам, ол сені соңғы деміне дейін сағынған, қолынан келгеннің бәрін жасаған, бірақ тағдыр оған мүмкіндік бермеді. Бұл сөздерді естігенде Айбектің көзінен жас тоқтамай ақты. Ол өмір бойы өзін ешкімге керексіз сеніп келген еді. Ал шындық мүлде басқа болып шықты. Әжесі сөмкесінен ескі сарғайған хатты шығарды. Бұл анаңның саған жазған хаты. Оны саған тапсыруды көп жыл армандадым. Айбек дірілдеген қолмен хатты алды. Хатты ашар алдында жүрегі дүрсілдеп, көзінен тағы да жас сорғалады.